Садақа деген не? Мұқтаж адамға Алла разылығы үшін жасалатын жәрдемнің барлық түрі. Маңыздылығы: қоғамға ізгілік жайлады. Жетім мен жесірдің қуанышы, пақыр мен міскіннің шаттығы. Садақаға кім мұқтаж? Садақаға алушы емес, беруші көбірек мұқтаж. Садақа беруге не кедергі? Кедейліктен қорқам, өзіме де керек, ақшам көбейгенде берем. Садақа беруші не ұтады? Сараңдығы жойылады, кедейліктен аман болады, ризық несібе молаяды, жүректі жұмсартады, ауруға шипа, бәле жаладан сақтайды, жолыңды ашады, екі дүниелік бақытқа жеткізеді. Садақаға не жатады? Аз не көп берілген ақша, қарызды кешіру, кісі арасын жарастыру, көлігіне көмектесу, жердегі затын алып беру, біреудің жүзіне күліп қарау, жақсы сөз сөйлеу, бірінші болып сәлем беру. Әрбір жақсылық садақа. Ең абзал садақа: өзің мұқтаж болып, сараңдығын ұстап, кедейліктен қорқып, байлықтан үміттеніп жүрген кезде берген садақа. Садақаның әдептері: біреу көрсін, естісін деп бермеу, жақын туыстардан бастау, алдымен аса мұқтаждарға үлестіру, берген соң міндетсінбеу, мүмкіндігінше жасыру, қайтып алмау. Жоқ кезде 50 теңге бер алған адамға бар кезде 50 000 теңге садақа ету қиын емес.